Ардақ қазақта әйел 40 жанды деп бекер айтпаса керек. Кей кезде аналарымызға таң қалам. Бір уақытта бірнеше жұмыстың бәрін атқарып жүреді ғой. Үлгереді бәріне. Бір мойнында бала тәрбиесі, үй тазалығы, кір жуу. Енді айта берсем өте көп. Шынымен әйелі бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлемді тербетеді. Оның ауыртпалығын өзімде енді сезім жатыр. Алдында қыруар жұмысты жасап жүріп, атқарып жүріп, мен өзімнің пісіріп жатқан асымды ұмытып кетіппін. Күйдіріп алдым. Содан күні бойы әлгі күйген ыдысты қырып жуумен болдым. Ғаламторды да қарадым. Ешқандай лайфхакты таппадым ғой, бір жарамдысы жоқ. Енді сен дұрыс ізденбегенсің ғой ашылып отырып. Себебі Маржан Нүсіпбек дәл қазір біздің көрермендерге күйген ыдысты тез тазалаудың әдісін көрсетеді. Сен мұқият қарап ал. Қайырлы таң көрермендер, кейде ас үйде тамақ жасап жатып, басқа іске айналып кететініміз бар. Сол кезде жасап жатқан тамағымыз біз келгенше осылай қарайып, күйіп кетеді. Ал оны тазалаудың бір амалы бар екен. Қазір біз соны тексеріп көреміз. Ол үшін бізге кәдімгі тұз қажет болады. Осы тұзды мынаның ішіне сеуіп жіберіп, шүберекпен сүртіп шығуымыз керек. Сонда мынаның барлығы оңай кетеді. Енді дәл лайфхактағыдай сүртіп көрейік, қаншалықты кетеді екен. Тұздың әсерімен барлық қап-қара болып күйіп қалғанның барлығы түсіп жатыр. Әзірге шалалау болып тұр. Барынша сықлап көрейік. Ешқандай ысқыштың көмегінсіз ақ шүберекпен және тұздың көмегімен табадағы күйіп қалған тамақтың қалдықтарын кетірдік. Бұл енді қыздар қауымы үшін еш күш жұмсамай-ақ табаны тазалауға арналған тиімді әдіс тәсілдердің бірі десек артық болмас.